Қыркүйек айының 11-13 аралығында Астана қаласында Қазақ хандығының 550 жылдығына орай үлкен салтанатты шара өтпек. Оған біздің облыстанда делегация барады деп жоспарланған. Бұл тарихи датаны ел көлемінде атап өтудің маңыздылығы жайында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та айтып өтті. Іс-шара жастардың патриоттық рухын оятып, тарихи танымын тереңдетуге қызмет етеді. Халық өз тарихына үңіледі, ізденеді, ойланады. Мәселен, Солтүстік Қазақстан облысы этномәдени ғылыми зерттеу институтының директоры Манаш Қозыбаев атында Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің профессоры Зарқын Тайшыбайдың айтуынша, қазақ тарихына елеулі үлес қосқан кей батырлардың есімдері әлі зерттелген жоқ. Сондықтан қазіргі ғалымдардың алдында осындай үлкен міндет тұр. Керей мен Жәнібек бабаларымыздан бері қарай бастап зерттеп жатырмыз ғой. Енді сол қазақ хандығының тарихын жүйелеп, үзіп алмай, біреуін кейін жасамай, тұтас зерттейтіндей жағдай жасауымыз керек. Қанша батырларымыз бар. Мысалы, Солтүстік Қазақстанның өзінде Абылай заманының батырларының өзі бір жатқан бір үлкен бір лек. Бәрі түгел тарихта қалған сондай ғажайып тұлғалар, солардың өзін түгендеп әлі болғанымыз жоқ.